Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң жобасы әзірленді. Ұлттық бизнесті қолдауға бағытталған жаңа құжат жыл аяғына дейін парламент қарауына ұсынылмақ. Бұл туралы бүгін Қазмедиа орталығында өткен брифингте өңірлік даму министрінің бірінші орынбасары Қайырбек Өскенбаев мәлім етті. Жаңа заңға сәйкес шағын және орта бизнесті тексеруге қатысты 758 рұқсат беру құжаты бекітіледі. Заң жобасы күшіне енген сәттен бастап қорытынды тізімде көрсетілмеген барлық рұқсаттар күшін жояды. Айта кету керек, тек жыл басынан бері еліміздегі шағын және орта бизнеске 138.670 тексеру жүргізілген. Орынсыз тексерулердің дені санитарлық эпидемиологиялық станциялар мен өрт сөндіру қызметтеріне тиесілі. Бұған ведомствоаралық комиссия жанынан құрылған сараптамалық топ көз жеткізген. Елбасының тікелей тапсырмасы бойынша осы тексерулерді азайту жөнінде ведомствоаралық комиссия құрылды. Ведомствоаралық комиссияның 10 отырысы өткізілді. Сол 10 отырыстың деңгейінде 925 құжат қаралды. Оның ішінде 758 рұқсатты бірыңғай тізбеге енгізілді. Оның ішінде 719 рұқсат болса, 19 хабарлама, 57 рұқсат алынып тасталды. Елімізде 1.524.000 шағын және орта бизнес тіркелген. Бүгінде олардың 757-сі ғана белсенді жұмыс жасауда. Осылайша жеке кәсіпкерлер 2,5 миллион азаматты жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отыр. Ішкі жалпы өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 17,8%. 2030 жылға дейін аталған көрсеткішті 2 есеге арттыру көзделген.